Бүгінгі сабақта косинус x тең а теңдеуін шешіп үйренеміз. Косинус x тең а теңдеуін шешу үшін біз косинус x функциясының графигін қолданайық. Пи бөлінген 2, пи ары кете береді, минус пи бөлінген 2, пи дейік. Косинус x функциясының графигі бізде былай жүретінін білеміз. Схема түрде. Енді аның мәні минус 1 мен плюс 1 арасында жату керек. Графиктен қарап тұрғанымыздай, егер ол минус 1 мен плюс 1 арасынан шығып кететін болса, онда теңдеудің шешімі болмайды. Айталық, міне, а осылай жататын болса, онда а түзуі мен косинус функциясының графигінің қиылысым нүктесі екі жерде. Мынау бірінші нүкте, мынау екінші нүкте болсын. Және бір байқайтынымыз x1 мен x2 бір-біріне қарама-қарсы нүктелер. Ендеше біреуі айталық x1 минус арк косинус десек, арк косинус а. Ал x2 арк косинус а болады. Мінеке, координата басына қатысы симметриялы болғандықтан x2 арк косинус а, x1 минус арк косинус а. Және бұл нүктелер тура 2 пи периодтан кейін қайталанады. Екеуінде де nz чиннан. Енді біз түбірлерді жеке-жеке жазып жатпай, екеуін біріктіріп жазу үшін плюс-минус деген таңбаны қойсақ жеткілікті. Сонда жалпы жағдайда арк косинус x тең а теңдеуінің түбірін плюс-минус арк косинус а плюс 2πn бұндағы nz чиннан алынған формуласы арқылы жазамыз. Мұна формула косинус x тең а теңдеуін шешу үшін қолданылатын формула болады. Енді біздер білеміз, айталық косинус x тең 2-ден 1 болса, біз 1-ден 2 тапсақ болады. Плюс-минус арк косинус 2-ден 1 плюс 2πn nz чиннан. Яғни формуланы жазып аламыз, одан кейін мәнін қоямыз. Плюс-минус, енді арк косинус 2-ден 1-дің мәні пи бөлінген 3-ке тең. Пи бөлінген 3 плюс арғарай периодты жазамыз. 2πn. Німіз z чиннан алынған. Енді жаңа өзіміз косинус x тең а теңдеуін шешу формуласын анықтап алдық. Сонда x тең плюс-минус арк косинус а плюс 2πn. Бұндағы n z чиннан алынған деген формула арқылы шығарады екенбіз. Енді графикке қарап отыратын болсақ, 1 болғанда, 0 болғанда және минус 1 болғандағы мәндері дербес жағдай болады. Яғни біз айталық косинус x тең болсын 1-ге. Косинус x-тің 1 болатын мәні x-тің 0 болған мәнінде және ол 2 пи периодтан кейін қайталанатын болғандықтан x тең 2πn деп жазсақ жеткілікті. Егер n бүтін сан болғандықтан n-нің орнына 0 қойсақ, мына нүктенің өзі шығады. 0-де 1 деген. Егер n-нің орнына 1-ді қойсақ, 2π шығады, косинустың 2π-дегі мәні 1-ге тең. Олай болса, косинустың ең бірінші 1 болғандағы түбірін біз осылай таба аламыз. Екінші, косинус x тең 0 болсын. Яғни график бойынша косинустың 0 болатын мәндері минус пи бөлінген 2, плюс пи бөлінген 2, мына жақтан 3π бөлінген 2, тағы сол сияқты жалғаса береді. Сонда минус пи бөлінген 2 мен плюс пи бөлінген 2-нің арасында пи период бар. Пи бөлінген 2 мен 3π бөлінген 2-нің арасында пи период бар. Ендеше біз былай деп жазсақ болады. Косинус x-тің мәні 0 болатын нүктесі пи бөлінген 2-де жаңағы. Одан кейін плюс πn период қосу арқылы қалған түбірлерді тауып алсақ болады екен. n 0 болғанда пи бөлінген 2, 1 болғанда 3π бөлінген 2, тағы сол сияқты басқа мәндерін анықтауға болады. Енді косинус x тең болсын минус 1-ге. Косинус x-тің минус 1 болатын мәні пи-де. Ендеше x тең пи дейміз. Келесі минус 1 2π периодтан кейін қайталанады. 2πn деп жазамыз. n z чиннан алынған. Яғни
осы соңғы жазылған 3 мысалда косинус x-тің 1, 0 және минус 1 болған жағдайларындағы теңдеудің түбірін жалпы формулаға салмай, осы дербес жағдайлардағы формулаларын қолданып есептейміз. Енді қазір косинус x-тен а теңдеуін шешуге формуланы қолдануға бірнеше мысал келтірейік. Айталық, косинус x тең болсын 2-ден 1-ге. Косинус x 2-ден 1 болса, x-ті табу үшін плюс минус арк косинус 2-ден 1 плюс 2πn формуласын жазамыз. Мұндағы nz чиннан алынған x тең плюс минус. Енді арк косинустың 2-ден 1 болатын мәні пи бөлінген 3-те. Плюс 2πn nz чиннан. Бұл бірінші мысал дейік. Енді теріс болған жағдайын қарастырайық. Косинус x тең айталық минус 2-ден түбірасында 2 болсын. Бұл кезде не істейміз? X тең плюс минус арк косинус минус 2-ден түбірасында 2 плюс 2πn. Біз не істедік? Формуланы жаздық. Енді арк косинустың минус 2-ден түбірасында 2 болғандағы мәнін табу үшін біз пи-ден алып тастайтынбыз арк косинус 2-ден түбірасында 2-нің мәнін. Себебі арк косинус ол тақта емес, жұпта емес, оның минус болғандағы мәнін екінші ширектен алатынбыз. Сонда x тең плюс минус пи минус дейміз арк косинус 2-ден түбірасында 2 плюс 2πn. Бұндағы nz чиннен алынған. X тең плюс минус. Енді арк косинус 2-ден түбірасында 2-нің мәні пи бөлінген 4. Мына жерде пи бөлінген 4 бар. Пи-ден азайтсақ пи бөлінген 4-ті, ортақ бөлімі 4 болады. 4 пи-ден азайтамын 1 пи-де. Сонда 3 пи бөлінген 4 болады. 3 пи бөлінген 4 плюс 2πn периодтың өзі. 2πn. Бұндағы nz чиннан алынған деп жазамыз. Сонымен, егер косинус x-тің мәні оң сан болса, біз формуланы жазғаннан кейін арк косинустың мәнін 1-ден жаза саламыз. Ал енді косинустың мәні теріс болса, онда формуланы жазғаннан кейін арк косинус минус а өрнегінің мәнін табу үшін пи-ден арк косинус а-ның мәнін алып тастау арқылы анықтаймыз.